Ассалаумағалейкум, Алаш баласы, сіздермен бірге неге солай бағдарламасы, және әдеттегідей мен Расул Жұмалы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы танымал тарихшы ағамыз, профессор, Қазақ тарихшылар қауымдастығының президенті Мәмбет Қойгелді мырза, қош келдіңіз. Ағайынды рұқсат болса, бүгінгі сұхбатымызды Алаш тағылымы тақырыбына арнасақ, себебі осы 2017 жылы біз Алашорда үкіметінің 100 жылдығын атап өтіп отырмыз. Түрлі шаралар ұйымдастыруда, қаншалықты осы тағылымды бүгінгі қазақ қоғамы, қауымы түсініп, кәдеге жаратып отыр, осы төңіректе әңгіме өрбітсек, және бірінші сұрақ деп қабылдаңыз. Жалпы Алашорда үкіметінің пайда болуы 1917 жылы іске асты. Неліктен дәл сол кезде осы ұлт зиялыларын топтастырған осындай ұйым пайда болды? Оның себептері не болып табылады? Осы тұрғыда өз ойыңызды білдірсеңіз. Енді бұл жерде біз мұны айтуымыз керек. Қазақстан, қазақ қоғамы, анығырақ айтқан уақытта Ресей империясының құрамында 18 ғасырдан бері қарай 19 ғасыр, 20 ғасырда өмір сүрді. Қазақ қоғамының оның мүддесін қорғайтын, мүддесін өткізетін мемлекеттік билік болған жоқ. Ал енді ресейлік билік қазақ қоғамының түпкілікті мүддесіне мүлдем алыс тұрды. Ал енді бұл жерде оған байланысты көптеген фактор келтіруге болады. Мәселен, Исатай Тайманұлының көтерілісі 19 ғасырдағы, оның жалғасы болған Кенесары Қасымұлының көтерілісі, бұның бәрі де қазақ халқының, қазақ ұлтының мүддесін қорғауға бағытталған көтерілістер болады. Қазақ халқының ең алдымен жерін қорғау, жерінің тұтастығын қорғау, қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғау, экономика бола ма, саясат бола ма, мәдениет бола ма, қай салада болса да қазақ халқының мүддесі қорғаусыз қалды. Жалпы осы жерде мына айтқан болар едім, Бөкейхановтың айтқан сөзі бар. Мемлекеттігі жоқ ұлт бұл жетім ұлт дейді. Мемлекеттігі жоқ халық бұл жетім халық. Ол халықтың өмірі қай салада болмасын терең дағдарысқа ұшырайды. Ол халықтың мінезі өзгереді, табиғаты, болмысы өзгереді. Соған байланысты мынау сол 18 ғасырдан бері қарай біздің мынау қазақ қоғамындағы саяси басқарушы топ осы мемлекеттілікті қалпына келтіру, қайткенде де өз мүддесін қорғай алатын ұлтқа айналу осы мәселесін ылғи қойды, сол үшін күресіп келді. Соған байланысты мына 17 жылы ситуация, жағдай қайта қайталанды. Мынау 17 жылы екі бірдей революция болды. Ең алдымен ақпан революциясы, патша үкіметі биліктен кетті, патша тақтан бас тартты, оның орнына уақытша үкімет орнады, ал уақытша үкімет әлсіз, әлжуаз үкімет болды. Ол мәселе мысалға жаңа сол 17 жылғы ақпан революциясынан кейінгі жағдай соны көрсетті. Уақытша үкімет қазақ халқының, қазақ ұлтының мүддесін қорғай алатын үкімет емес болады. Соған байланысты 17 жылы мынау біздің басқарушы саяси топ, ұлттық интеллигенция дейміз, ал шын мәнінде бұл басқарушы саяси топ деп айтуымыз керек. Әлихан Бөкейханов бастаған, олар мынау ақпан революциясы жеңгеннен кейін, уақытша үкімет орнағаннан кейін, уақытша үкімет құрылтай жиналысын шақыруға уәде берді. Жалпы ресейлік құрылтай жиналысын. Ал құрылтай жиналысына шақыру үшін құрылтай жиналысына қазақ зиялылары даярлық бастап кетті. Осы сол кездегі наурыз, сәуір айынан бастап, ал өрді құрылтайға жаңа депутаттар сайлау үшін қазақ қоғамынан атынан саяси партия құру керек, тура келді. Партияның атынан сайланады депутаттар. Соған байланысты қазақ Бөкейханов бастаған топ ұйымдастыру тобын құрды. Олар саяси партияны даярлауға кірісті, құруға кірісті. Саяси партия туралы сөз осы алғашқы бірінші жалпы қазақ съезі Орынборда 1917 шілде айында өтті. Сол съезде осы мәселе қойылды. Қазақ халқына саяси партия, қазақ халқының мүддесін танытатын, білдіретін, қорғайтын саяси партия құру туралы мәселе қойылды. Ал енді бұл қажеттіліктен туған
шара болатын. Ал енді сол саяси партия туралы құру туралы шешім қабылданды. Онда сол партия құру туралы сөз болған уақытта Қазақ газетінің бетінде дискуссия жүрді. Партияның қажеттілігі туралы. Сонда сол кездегі біздің негізгі публицист үлкен тұлға қайраткеріміз Мыржақып Дулатов бірнеше мақала жазды. Сол мақаласында айтты, Ресейде партия көп, бірақ ол партиялардың біреуі де қазақ ұлтының мүддесін қорғай алмайды. Олардың өз мүддесі бар. Сондықтан бізге осы ұлттық мүддені білдіре алатын саяси ұйым, саяси партия керек деп, сондықтан ол партия кәдімгі жалпы ұлттық партия болуға тиіс, жалпы демократиялық мүдделерді қорғайтын партия болуға тиіс деген ой айтылды. Бұл жалғыз Дулаттың ойы емес болатын, сол жалпы ұйымдастырушы топтың, сол кездегі саяси басқарушы топтың пікірі болатын. Сол партия құрылды, құрылған уақытта құру туралы шешім қабылданды. Сонда Әлихан Бөкейханов мәлімдеме жасады. Мен осы уақытқа шейін кадеттер партиясының мүшесі едім. Кадеттер мүшесі болған жай мүшесі емес, орталық комитет мүшесі болатын. Бөкейханов айтты, мен кадеттер партиясының құрамынан шығам деді. Өйткені сол съезге қатысқан біздің зиялыларымыз Бөкейхановтан алдына мәселе қойды. Сен кадеттер партиясы мүшесісің, ал енді сен біз ұлттық демократиялық ұстанымдағы партия құрамыз деп жатырмыз. Ол қалай болады? Сен екі бірдей партияда бола алмайсың деді. Сонда Бөкейханов сонда мәлімдеме жасады, мен кадеттер партиясынан шығам. Ол сонда сол арнайы мақала жазды. Ол мақаласы қазақ әдебиетінде жарық көрді. Сонда неге шығатындығын айтты. Кадеттер партиясы мен оның қазақ ұлтының жаңағы саяси топтың мүддесінің үйлеспейтіндігін, қайшы келетіндігі туралы айтты. Ал енді партия сол жылдың күзінде, қарашада Қазақ газетінде партияның бағдарламасы жарияланды. Ал енді сол бағдарлама, партия құрылған партия сол бағдарламаны басшылыққа алып, сондағы айтылған пікірлерді ұстанып, құрылтай жиналысына бармақшы болды. Ал енді сол бағдарлама негізінде қазақ зиялылары сайлауға түсті, Алаш партиясының атынан. Сол жылдың аяғында ноябрь-декабрьде сайлау болды бүкіл қазақ облыстарында. Сол сайлау барысында Алаш партиясы Қазақстан көлемінде алғашқы бірінші орынға шықты. Бүкіл қазақ қоғамы Алаш партиясы ұсынған делегаттар, депутаттар қолдады. Ол бір қызық нәрсесі. Осы жерде бір нәрсе айта кеткім келеді менің. Мынау сол Алаш ұсынған жаңағы құрылтай жиналысында депутаттардың арасында қазақтар емес, басқа ұлттардың өкілдері де болды. Мәселен, Григорий Потанин, атақты Шоқан Уәлихановтың досы, о да Алаш партиясының атынан түсті. Содан кейін тағы бірнеше басқа ұлт өкілдері түсті. Яғни сол жаңағы Алаш партиясы бағдарламасын бөлісетін, соны келісетін тұлғалар болатын олар. Ал енді сол уақыт нені көрсетті? Тура сол жылда, осы күзден бастап, Қазақ газетінің бетінде үлкен талқылау жүрді. Біз партияны не үшін құрамыз? Содан кейін мынау бүкіл ресейлік құрылтайға қандай ұсыныспен барамыз? Қандай мүддені қорғаймыз деген мәселе қойылды. Сонда айтылған нәрсе, мынау 17 жылғы жағдайда, осы әсіресе жаздан кейінгі, жазғы дағдарыстан кейінгі Ресейдегі жағдай нені көрсетті? Ресейде анархиялық жағдай қалыптасты. Биліксіз жағдай. Уақыт үкімет болудан қалды, халықты басқара алмайтындығын көрсетті. Ал жаңа билік жоқ. Ал енді осындай жағдайда мынау Алаш партиясының басшылары мәселе қойды. Біз өз мемлекеттілігіміз мәселесін қоюымыз керек деді. Құрылтай жиналысында ұлттық мемлекеттік құру мәселесін қоюымыз керек деді. Ал бірақ құрғанда біз бірден мемлекет құрып Ресейдің құрамынан шығамыз деп айта алмаймыз деді. Өйткені қазақ қоғамы оған даяр емес деді. Мемлекет құру нәрсе оңай нәрсе емес қой, білдіңіз бе? Ал енді оны, сондықтан біз мемлекет құруға қазақ қоғамы даяр емеспіз, дербес мемлекет құруға даяр емеспіз. Сондықтан біз Ресейдің құрамында автономия талап етеміз деді. Ұлттық автономия талап етеміз деді. Осындай бағдарламамен барамыз, осындай ұсыныспен, осындай талаппен барамыз. Сөзіңіз аузыңызда. Осы автономия мәселесін көтерді. Оның ішінде қалай болғанда да болашақтағы мемлекеттікті негізеп, соны 17 жылдың өзінде көтерді. Оның ішінде қазақтың жерін өзін айқындап алу, қазақтың болмысын сақтап қалу, белгілі бір дербестігін енді мынау отаршылық заманнан кейін
иә. Осындай мәселелерді көтергенде жаңағы қазан төңкерісінен кейін екі зор күш пайда болды бұрынғы империяның орнында. Бұл қызыл күш, содан кейін ақтардың. Алашорда өкілдері, зиялылары ол кезде екі жақпен де келіссөздер жүргізді. Мәселен, сол кездегі совет басшылығы Ленинмен де кездесті, Сталинмен де кездесті, ағайынды Жанша Досмұхамбетов, Халел Досмұхамбетовтер кездесті. Және олардың айтқаны, Сталиннің де Лениннің де, сіздер совет үкіметін қолдаңыздар, сонда сіздерге жаңа автономия дейсіз бе, мүмкіндік, азаттық дейсіз бе, барлығын үйіп төгеміз деп. Бірақ уақыт көрсеткендей алдап қайтты. 20-30 жылдары алаш зиялыларының барлығы дерлік қуғын сүргінге ұшырады. Осындан бір сұрақ туындайды. Қазақтың бұған дейінгі тарихын жақсы білетін, бұған дейін қазақ хандары, сұлтандары Абылайдан бастап Ресейдің ол кезде патшалығы қаншалықты алданғанын, олардың уәделері түкке де тұрмайтынын білетін осындай өте көреген азаматтар қалайша осындай енді уәделерге сенді, алданып қалды, бәлкім басқа лажы болмады ма? Себебі неде? Бұл мәселеге біз байланыстымнан айтқанымыз жөн деп ойлаймын. Бұл жалпы бұл ұлттық тәжірибе ғой. Әсіресе ұлттық саяси басқарушы топтың тәжірибесі 17 жылғы басына кешірген нәрсесі. Олар өкінішке орай Бөкейханов болсын, Байтұрсынов болсын, осы 17 жылғы ситуацияны кейін талдауға алып, естелік жазуға мүмкіндіктер болған жоқ. Осы мәселені, яғни ұлттың тәжірибесі, осы 17 жыл өткен жолын талқыға салу, талдауға алу мәселесін кезінде Мұстафа Шоқай іске асырды. Ол өзінің мынау Яш Түркістан журналында ол туралы өз мәселе естелігін жариялады 17 жылға. Сонда Мұстафа Шоқай былай деді: біз 17 жылы деді, мынау билікті өзіміздің осы Түркістан көлемінде билікті алуға, соны қорғауға даяр болмай шықтық деді. Өкінішке орай деді. Тәжірибеміз жоқ еді деді. Сон неге біз жеңіліп қалдық? Ол фактически Шоқай айтты, біз жеңілдік деді. Неге жеңілдік? Біз алдандық деді. Неге алдандық деді? Осы мәселеге байланысты былай деді: біз сенгіштік көрсеттік дейді. Сол кездегі ресейлік оңшыл күштерге, солшыл күштерге, біріміз оңшыл күштерге сендік, біріміз солшыл күштерге сендік. Анау біз алданып қалдық деді. Ал жалпы тәжірибе нені көрсетті? Біз оңшыл күштерге де, сол ресейлік күштерге жалпы сенбеуіміз керек еді. Біз өзіміздің мүддемізді қорғауымыз керек, ұлттық мүддені қорғауымыз керек еді деді. Соған байланысты бұл енді жаңағы ол себебі Шоқайдың айтқан сөзі, біз жалпы саяси күресте біріншіден тәжірибеміздің жоқтығы көрініп қалды деді. Саяси күресте тәжірибеміз, ол біріншіден. Екіншіден деді, мына нәрсені тағы да есте сақтау керек бұл жерде. Мемлекеттіліктің болмағаны соға шейін жалпы қазақ қоғамының экономикалық әлсіздігі ешқандай біз жаңағы дербес күш ретінде күреске шығуға мүмкіндік берген жоқ. Қолымызда не экономикалық күшіміз болған жоқ, не әскери күшіміз болған жоқ. Халық бытыраңқы болды. Соған байланысты біз жаңағы осы 17 жылы жеңіске жете алмағанымыз осыған байланысты деп көрсетті. Меніңше бұл дұрыс айтылған пікір болады. Ал енді бұл жерде бір айтатын нәрсе, мынау екінші жалпы қазақ съезі 17 жыл желтоқсан айында өткен Орынборда ол шешім қабылдады. Шешімде былай деді: біз екінші желтоқсан съезі желтоқсан 17 жыл өткен Алашорда үкіметін құрды. Алашорда үкіметіне съез Алаш автономиясын жариялауды тапсырды. Алаш автономиясын Ресей құрамындағы Алаш автономиясын жариялауды тапсырды. Ал енді қаулы қабылдады екінші желтоқсан съезі, жалпы қазақ съезі. Қаулыда Алашорда үкіметінің мақсаты анықталды. Ол жерде сол қаулыда қазақ автономиясының көлемі анықталды, жер көлемі анықталды. Қандай облыстар, қандай уездер кіретіндігі анықталды. Соның кейін сол қаулыда тағы да айтылды,
осы осы көлемде, жер көлемінде Алашорда үкіметі негізгі билік болады деді. Содан кейін осы жерде мындай нәрсе тағы да мынау автономияны жариялауға байланысты дискуссия пайда болды съезде. Делегаттардың бір тобы мынандай мәселе айтты. Автономияны бүгін осы съезден кейін жариялайық деді. Бүкіл халық білсін деді. Ал енді бұған Бөкейхан бастаған топ қарсы шықты. Жоқ, бүгін жариялауға болмайды деді. Өйткені біз қазақ қоғамы қазір қолында қисық ауыз мылтығы жоқ. Ішімізде басқа халықтар бар, басқа ұлттардың адамдары бар. Олар қарулы, қолдарында қаруы бар. Олар мысалға қарсы шықса, онда не болады? Біздің автономия идеямыз не болады деді. Сондықтан олар Бөкейханов айтты, біз ең алдымен автономия жариялар алдында мұны басқа айталық ішіміздегі мысалға европалық ұлт өкілдерімен сөйлесейік. Біз оларға айтайық. Біз автономия алған күннің өзінде сіздерге ешқандай қиянат, ешқандай зорлық болмайды. Біз бәріміз бірге құрамыз. Не құрсақ та бірге боламыз. Бірге құрамыз. Сол автономиялық үкіметті, мемлекетті деді. Білдіңіз ба? Алашорда үкіметі 25 адамнан тұру керек болды, 25 мүшеден. Оның 15 мүшесі сайланды, ал 10 орын басқа ұлттардың өкілдеріне қалдырылды. Білдіңіздер ме? Сондықтан бұл үкімет толық демократиялық ұстанымда үкімет болады. Ал енді осы қаулысын Алашорда екінші жалпы қазақ съезі осы 18 жылдың басында Бөкейханов ол үкіметтің төрағасы болып сайланды, жабық түрде сайланды. Сол Алашорда үкіметінің тапсырмасы бойынша Халел және Жанша Досмұхамедовтер Алашорда үкіметінің атынан Мәскеуге барып, ол қаулыны Ленинге, содан кейін сол кездегі ұлт істері бойынша халық комиссары Сталинге тапсыру оларға жүктелді. Олар таныстыруға тиіс болды. Алашорда үкіметінің атынан барып, қаулысымен үкіметтің. Бұл функцияны олар орындады. Халел және Жанша Досмұхамедовтер Москваға барып, Ленинмен кездесті, Сталинмен кездесті. Олардың қолына екінші жалпы қазақ съезінің қаулысын тапсырды. Содан кейін Сталин байланысқа шықты. Ол кезде Алашорда үкіметі Семейде болатын. Ал енді ол жерде шын айту керек, Алашорда үкіметін мойындамайтын күштер басым болды сол жерде, жалпы ұлы державалық ұстанымдағы. Сондықтан Бөкейханов жасырын жүрді. Ал сол Сталинмен келіссөзге телефон арқылы Алашорда үкіметінің төрағасының орынбасары Халел Ғаппасов шықты. Сталинмен сөйлесті. Сонда Ғаппасовтың айтқан сөзі, Сталин айтты, сіздер біздің совет үкіметін мойындайсыздар ба, соны біз білгіміз келеді деді. Ғаппасов айтты, біз мойындаймыз, егер сіздер Алашорда үкіметін мойындасаңыздар деді. Сталин осы сөзінде айтты, мойындаймыз, сіздер егер де совет үкіметін мойындасаңыздар, біз Алашорданы мойындаймыз деді. Жақсы деп, содан кейін осы келісімге келді. Сол кездегі Сарыарқа газетінің келесі нөмірінде бүкіл қазаққа жариялап Сарыарқа сүйінші сұрады. Біз совет үкіметімен келістік, совет үкіметі Алашорда үкіметін мойындайтын болды, біз совет үкіметін мойындайтын болдық деген сияқты. Ал бірақ өкінішке орай совет үкіметі осы ұстанымын ұстанбады, аяғына жеткізген жоқ. Осы сөзден кейін көп ұзамай Сталин сол кездегі мынау Торғай жалпы қазақ облыстары бойынша совет үкіметінің комиссары Жангелдинге шықты. Алиб Жангелдинге. Жангелдинге шықты да Сталин айтты, сіздерде бір Алашорда деген үкімет бар екен, олар өздерін мойындауды талап етеді, ал біз ол үкіметті буржуазиялық үкімет деп білеміз. Сондықтан біз ол үкіметпен енді байланысымызды үземіз, олармен байланыспаймыз. Біз сіз деді, осы жерде сонда осы Қазақстанда Көлбай Тоғысов басқаратын партия бар екен. Есім аты шығып отыр. 300 партиясы бар екен. Сол партияны біз қолдаймыз. Ол партия советтік ұстанымға жақын екен ұстанымы. Олар бізге өз ұстанымымызға жақын екен. Мүмкін болса соны
байланыс жасаңыз, біз соны сол партиямен қалай болғанда да енді айласын асырып кетті ғой, иә. сөйтті де олар былайша айтқан уақытта Алашордамен келіссөзді үзді. Білдіңіз бе? Ал осындай ситуация, осындай жағдайда не істеу керек Алашордаға енді? Алашордаға енді мынау сол кездегі ақтар жағымен келіссөз жүргізуге тура келді. Колчактан бұрын мына кәдімгі учредительный комуч дейді, учредительный собранияны, соны жаңағы құрылтай жиналысының шақыру ұстанымда тұрған саяси күш бар, сонымен келіссөзге шықты. Соның артынан Колчакпен келіссөзге шықты. Сол енді сол ұстанымды жаңағы басқа саяси күштермен совет үкіметіне қарсы тұруға тура. Қалай болғанда да бұл іс енді сол 2-3 жыл бірталай істі атқаруға тырысқаннан кейін Алашорданың енді жағдайы қиындап, жаңағыдай екі жақтан да соққыға ұшырап, оның ұйымдастырушылары түгелдей дерлік қуғын-сүргінге ұшырады ғой. Осы жерде бір нәрсе айтуымыз керек. Алашорда үкіметі неге құрылды деген жаңа сіз сұрақ қойдыңыз. Бұл қажеттіліктен туған нәрсе. Өйткені бүкіл Ресей көлемін анархия жайлады. Ортақ күшті билік жоқ. Бір бөлігінде қызылдардың билігі, бір бөлігінде ақтардың билігі, бір бөлігінде коммунистің билігі көбейіп кетті. Соған байланысты, ал енді ол қызылдар қазақ ауылы, далада қазақ ауылы парасыз қалды, қорғансыз қалды. Білдіңіз бе? Олардың қолындағы бар малын, мүлкін не ақтардың тонауы мүмкін еді, не қызылдардың тонауы мүмкін еді. Соған байланысты анау қазақ газетінде бірнеше мақала жарияланды. Онда былай айтылды: біз милиция құрайық деді. Енді әскер құрайық деген сөз. Әскер құруға тура келеді бізге. Әскер құрмасақ, біздің ауыл, қазақ даласы неге ұшырайды? Тонауға ұшырайды. Қорғансыз жағдайда қалды. Деп соған байланысты жаңағы Алашорда үкіметі елдің арасында жаңағы адам жіберіп әскер жинау әрекетіне көшті. Қалай болғанда да ол кездегі қазақтың сол қоғамының ең белсенділері Алаш жағына шыққан, 300-дің жағына шыққан, қызылдарды қолдаған, ақтарды қолдаған, айналып келгенде 30-шы жылдардың басында, ортасында барлығы дерлік қуғын-сүргінге ұшырады. Ол Алашордашыл Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамбетов, Жанша Досмұхамбетов, кішкене жаңа қызыл жақты қолдаған Сәкен Сейфуллин сияқты, Ілияс Жансүгіров сияқтылар. Мәселе қараңыз, солардың барлығы дерлік сол кезде қуғын-сүргінге ұшырады. Ол кездегі тарих әлі күнге шейін толық ашылып отырған жоқ. Осы тұрғыда енді қазір 31 мамыр күні жақындап келе жатыр. Жыл сайын елімізде бұл қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ретінде аталып өтіледі. Осы жылда кейбір шаралар ұйымдастырылуда. 20 жылдан кейін бұрын берілген уәдесін енді Алматы әкімшілігі орындамақ. Қазір жаңа ескерткішті осы қуғын-сүргін құрбандарына арналған саламыз деп сондай уәдесін енді қолына алып отырып, құптарлық жағдай. Десе де, осы егемендік алғаннан бері бұл маңызды күн меніңше толыққанды аталып өтіліп отырған жоқ. Толыққанды оны сезіну, әсіресе жас ұрпаққа жеткізу, қалайша осылай болды, оның себептері не, жауапкершілік кімнің мойнында сияқты мәселелер меніңше толыққанды ашылғанда, ұйымдастырылғанда жоқ. Сұрақ, неліктен? Неге дер? Осы жерде біз мына нәрсе айтуымыз керек. Осы уақытқа шейін тұмшаланып келген, айтылмай келген бір ақиқат бар. Ол ақиқат мынау: Совет үкіметі, коммунистік партия бірінші күннен бастап қазақ қоғамындағы ұлт азаттық қозғалыспен күреске шықты. Ұлт азаттық қозғалыспен. Олар осы күшті, жаңағы бастаушы күшті, қазақ қоғамының саяси бастаушы күшті, алаштық, олар буржуазиялық интеллигенция, буржуазиялық ұстанымдағы күштер деген айдар тақты. Бұл әшейін жамылғы нәрсе болады. Ал шын мәнінде Совет үкіметі, Ленин, Сталин басқарған, олар жақсы білді. Бөкейханов, Байтұрсынов, Дулат, Халел Досмұхамбетов, Жанша Досмұхамбетов басқарған топ, басқарған күш, бұл ұлт азаттық ұстанымдағы күш болады. Ұлт азаттық ұстанымдағы. Олардың бұл күштердің ұстанымын, жаңағы ұстанымын, саяси ұстанымын мойындамауға қақысы жоқ болады Совет үкіметін. А Совет үкіметі мойындаған жоқ. Білдіңіз бе? Бізде осыған байланысты мына нәрсе айтқым келеді. Жалпы
совет үкіметі қаншалықты легитимді билік Қазақстанда, қаншалықты заңды билік. Біз мына ғылым, гуманитарлық ғылым, философия бола ма, тарих бола ма, юриспруденция бола ма, осы тұрғыдан біз артта қалдық. Осы мәселені дұрыс, осы бақашын дұрыс қойып, дұрыс негізге қойып зерттеген жоқпыз. Ал шын мәнінде патшалық билікте легитимді билік емес болатын Қазақстанда. Оны күшпен алып сырып тастаған, күшпен жойған советтік билікте легитимді билік емес болатын. Легитимді билік 1917 жылы желтоқсан айында Орынборда құрылған Алашорда үкіметі легитимді билік болады. Заңды билік болады. Қай тұрғыдан алғанда заңды билік болады. Мен мысалға осы жерде мынаны айтқым келеді. Бұл билік, мен неге легитимді билік деп санаймын? Алашорданы. Алашорда қазақ қоғамында орта ғасырлардан бері қалыптасқан дәстүр негізінде шақырылды. Екінші жалпы қазақ съезі. Ол қандай дәстүр болады? Ол қазақ қоғамында қабылданған дәстүр болады. Ол екінші жалпы қазақ съезі заңсыз съез деп ешкім айта алмайды. Оны тек қана совет тарихнама солай деп атады. Совет идеология солай деп атады. Заңсыз билік, заңсыз үкімет деп. Ал шынымен де ол заңды үкімет болады. Неге деген уақытта орта ғасырлардан бастап қазақ қоғамында мысалға құрылтай жиналысы болады. Құрылтай жиналысын ол сол кездегі саяси белсенді топ, саяси басқарушы топ шақырады. Ол барлық қазақтың барлық осы кең сайын даласындағы түкпір-түкпіріндегі елдерге хабарланады. Хабарлағанда кім болса соған емес, сол түкпір-түкпірдегі ауылдардың, елдердің белсенді өкілдеріне ел мойындаған, олардың рөлін, орнын мойындаған адамдарға хабарланады. Сол адамдар құрылтай жиналысына шақырылады. Құрылтай жиналысы сол бүкіл ұлттың атынан шешім қабылдайды. Саяси шешім бола ма, басқа шешім бола ма, ол шешімді бүкіл қазақ қоғамы мойындайды, соны орындайды. Білдіңіз ба? Ал сондықтан мына бірінші жалпы қазақ съезде, екінші жалпы қазақ съезде осы дәстүр негізінде шақырылды. Ол заңды съез болатын. Оны толық қазақ қоғамында заңдық негізі мықты съез болатын, құрылтай жиналысы болатын. Ал енді осы негізде ол сол құрылтай жиналысы жабық түрде Алашорда үкіметін сайлады. Жабық түрде оның төрағасын сайлады. Сондықтан оның шешімін, Алаш партиясының шешімін, сол сияқты Алашорда үкіметінің шешімін бүкіл қазақ қоғамы мойындады. Сондықтан бұл жерде бір нәрсе айтуымыз керек. Совет үкіметін ешкім қазақ қоғамы шақырған жоқ. Совет үкіметіне қазақ қоғамы ашық па, жабық түрде дауыс берген жоқ. Білдіңіз ба? Не болды ма? Референдум болды ма? Сайлау болды ма? Ешқандай сайлау да болған жоқ, ешқандай референдум да болған жоқ. Сондықтан менің түсінігім бойынша зерттеуші ретінде совет үкіметі легитимді үкімет емес. Біз осыны қазір мойындайтын, осыны ашық түрде айтатын, тіптен қажет болса осыған байланысты құжат қабылдайтын уақыт жетті деп білемін. Білдіңіз ба? Сондықтан Алашорда үкіметі бұл легитимді үкімет болады. Ал оның орны социализм дегеніміз не? Мен сізге айтайын. Бұл идея бізге сырттан, жоғарыдан таңылған идея. Білдіңіз ба? Анау Бөкей Байтұрсыновтың Ленинге жазған хаты бар. Сонда Байтұрсынов ашық айтады. Социализм для нас чужая гостья дейді. Как говорил Гейне, для нас чужая гостья дейді. Ол не деген сөзі? Байтұрсынов ашық айтты. Біз қазақ қоғамы ақпан революциясын екі қолымызды көтеріп қарсы алдық, қолдадық деді. Себебі қазақ қоғамы патшалық билікке наразы болатын деді. Ал енді октябрь революциясын, қазан революциясын біз түсінген жоқпыз, біз қабылдаған жоқпыз деді. Өйткені октябрь революциясының негізгі принципі қазақ қоғамын тапқа бөлуге бізге соны талап етті. Біз тапқа бөлінуіміз керек болды. Ал қазақ қоғамы үшін тапқа бөліну зиян деді, пайдасыз еді деді. Өйткені қазақ қоғамы ұлт азаттық қозғалыс жолында тұрды. Ал ұлт азаттық қозғалыс жолында тұрған ұлтқа тұтастық керек, ұлттық тұтастық керек. Ұлттық тұтастық болмаған жерде ол ұлттық еркіндігін, ұлттық тәуелсіздігін, мемлекеттігін ала алмайды. Бұл әлемде мойындалған шындық. Білдіңіз ба? Сондықтан мен түсінігім бойынша біз жалпы алаш қозғалысын, ал енді алаш қозғалысын осы контекстте әлемдік ұлт азаттық қозғалыс контекстінде қарауымыз керек. Қазақ қоғамы абай айтқандай бұл өгей бала емес қой ешкімге, білдіңіз ба? Қазақ ұлты өгей ұлт емес қой ешкімге. Ол бәл адамзаттық даму заңдылықтарына бағынады. Ал олай болса, мына Африкада бола ма, Азияда бола ма, елдердің бәрі өз ұлт азаттық күрес кезеңінде ұлттық тұтастық үшін күреседі. Білдіңіз ба? Ал большевизм бізді тапқа бөліп тастады.
Тапқа бөлу деген не деген сөз? Ол әлсірету деген сөз. Ұлтты әлсірету, ұлттың анау негізгі мақсатынан айыру деген сөз. Ол жолдан шығару деген сөз. Сондықтан мен түсінігім бойынша большевиктік концепция, большевиктік ұстаным бұл қазақ қоғамына жасалған қиянат болды. Жақсы. Патша үкіметі құлағанымен сол ақпанның 17 жылдың ақпанында, содан кейін қазан төңкерісінен кейін оның орнына келген большевиктер, коммунистер билігі сөз жүзінде жаңағы таптық интернационалистік саясатты жүргіземіз дегенімен іс жүзінде кәдімгі бұрынғы отарлау саясатын жүргізді. Және толық келісуге болады, сол кездегі барлық ұлтжанды, ұлт азаттық қозғалысының белсенділерін олар барлығын қырып жойды. Енді осыған байланысты айтайын сізге. Колчак үкіметінің бір отырысында, Омскіде өткен отырысында Дутов қатынасқан, Иванов, Рынов қатынасқан сол кезде ақ генералдар. Сонда Иванов, Рынов сөйлейді. Сонда былай дейді: мына қазақ қоғамында қазір дейді, автономия туралы сөз көп айтылады дейді. Бұл автономия деген мәселені қойып жатқан халық емес дейді. Қазақ халқы емес дейді. Қазақ бұқарасы емес дейді. Бұны қойып жатқан зиялылар дейді. Ұлт зиялылар дейді. Ұлт зиялыларын сыпырып алсаң болды, анау халық сенікі болады. Сенің илеуіңде, айдауыңда жүретін халық айналады дейді. Білдіңіз ба? Оны Иванов, Рынов айтқан. Ал енді сол саясатты Совет үкіметі жүргізді. Кейін Совет үкіметі іске асырды. Онда ойын Совет үкіметі алды да сол басқарушы топты, басқарушы саяси топты, зиялылар тобын алды да сыпырып тастады. Білдіңіз ба? Репрессия құрбан етті. Яғни басқаша айтқанда нағыз отарлаудың ағылшындар кезінде Үндістанды солай отарлады, барлық қаймақтарын, зиялыларын жойып, голландықтар Африканы сөйтіп жаулап алды. Бізде де дәл солай болды. Бірақ менің тағы айтпағым, сол 20 ғасырдағы нәубет зиялылардың қуғын сүргінге ұшырауымен қатар, бұл 30 жылдардың басындағы, 20 жылдардың аяғындағы ашаршылық мәселесі. Қазақтың шамамен тең жартысын сыпырып әкеткен. Оған қатысты түрлі ойлар бар. Әлі күнге шейін толық ақиқат ашылып отырған жоқ, тарихи деректер, архивтер қайта ашылып отырған жоқ, бірақ екі негізгі ой бар. Бұл Совет үкіметінің енді жіберген кейбір қателіктері, бұл тек қана бір нақты ұлтқа қатысты жасалған әрекет емес, өзінен болған бір сондай бір олқылықтар. Екінші мәселе, бұл қолдан жасалған, әдейі ұйымдастырылған, украиндарға қарсы, қазақтарға қарсы осындай науқан дегендей. Атап айтқанда Сталиннің, Голощекиннің, сіздің бұған қатысты көзқарасыңыз. Ашаршылық неге болды? Бұл жаңа Байтұрсыновтың айтқан сөзінен шығады. Бұл большевизм дегеніміз, бұл глобалды эксперименттерге әуес күш болады. Ал қоғамның даярлығы бар ма, оған жоқ па, олар оны есеп алған жоқ. Экспериментке көшті. Кезінде Бөкейханов Сталинмен болған арасында диалог бар. Сонда Бөкейханов айтады, Сталин айтады, сендер алашордалықтар неге сендер наразысыңдар бізге? Біз сендерді құтқарайын деп осы социалистік революцияны жасадық. Социалистік жаңағы билік орнаттық дейді, советтік. Сонда Бөкейханов айтады, сіздер мынау экспериментті дейді, осында глобалды әлеуметтік экспериментті халыққа жасауға болмайды дейді. Қазақ халқы сіздердің экспериментке дайыр емес дейді. Білдіңіз ба? Ешқандай даярлығы жоқ дейді. Сондықтан бұл қазақ халқын қырғын қалып келеді дейді. Бұл 20 жылдардың бастап кезеңде болған әңгіме. Білдіңіз ба? Ал енді Сталин айтады, жоқ, сіз қателесесіз. Біз қайта мынау қазақ қоғамын отырықшы қоғамға айналдырамыз, мектеп ашып береміз, аурухана ашып береміз, қырғыннан құтқарамыз деген сөз айтады. Білдіңіз ба? Ал енді шын мәнінде тарих нені көрсетті? Бөкейхановтың айтып отқан пікірдің тура екендігін көрсетті. Білдіңіз ба? Ол қырғын қалып келді. Ал енді бұл жерде бір нәрсе айтуымыз керек. Жалпы мынау кезінде 1992 жылы егемен Қазақстанда, содан кейін Қазправдада жоғарғы кеңестің осы советтік реформаларға байланысты қаулысы жарияланған. 1992 жылдың басында.
қаулысы. Мен сол комиссияның құрамында болған. Сонда комиссияның қорытындысында Қазақстанда осы мынау жүргізілген эксперимент нәтижесінде қырылған қазақ халқының қырғынға ұшырауын геноцид деп бағалаған. Мен осы бағаны дұрыс деп санаймын. Ол шынымен де геноцид дегеніміз не? Бұл халықтың белгілі бір бөлігін мақсатты әрекеттер арқылы жою деген сөз. Ал енді сол жағдай болды ғой Қазақстанда. Білдіңіз ба? Ал енді мысалға бұны айтуға көп жағдайда қазір мысалға мынау біздің көрші елдердегі тарихшылар былай дейді. Мұндай жағдайлар барлық империялық құрылымдарда болған, барлық мемлекеттердің тарихында болған. Жаңа қоғам, мықты қоғам, индустриалды қоғам құру үшін осындай ауыр жолдан, осындай қырғыннан барлық мемлекеттер өткен дейді. Бұл жай сөз. Бұл жақсы мынау ұстанымдағы кісілердің айтатын сөз емес. Білдіңіз ба? Ешқандай қырғынды ақтауға болмайды. Ешқандай қырғынды ақтауға болмайды. Ал қазақ халқына байланысты айтатын нәрсе, бұл әшейін жай қателік емес. Бұл кәдімгі сол большевиктік биліктің мақсатты жүргізген саясатының нәтижесі. Осы жерде бір айтатын нәрсе бар тағы да. Біз көп жағдайда жылап еңіреп кінәнің бәрін басқаға аударып саламыз. Мәскеуге аударып саламыз, Сталин билікке аударып саламыз. Ал оған осы қырғынға белгілі дәрежеде қазақ халқының басқарушы саяси элитасы да кінәлі. Басқарушы тобы да кінәлі. Мәселе мынада, мен сізге айтайын. Қарапайым ғана мысал келтірейін. Сондай қырғын Өзбекстанда болған жоқ. Сондай қырғын Қырғызстанда болған жоқ. Қазақстанда болды. Қазақ халқы өзінің жартысына жуығын сол жаңа комиссияның қорытындысында 39% деген 49% деген қазақ халқының қырғынға ұшырады деген. Ал енді ол жартысына жуық қырылып қалды. Білдіңіз ба? Сондықтан бұл неге қырылып қалды? Неге қазақ қырғынға ұшырады? Өзбекте емес, қырғызда емес. Оларда қырғын болды, бірақ бізде қырғын ерекше болды. Осы Ресей империясының құрамында қырғын Ресейде қатты жүрді. Украинада қатты жүрді, Қазақстанда қатты жүрді. Ресейде болады, Поволжье сол жақтар. Ал неге қырғын осы неге деген уақытта бізде мындай біздің ұлттық басқарушы топтың мынандай кемшілігі бар. Әр уақытта көрініп тұрады ол. Біз оны мойындауымыз керек. Біз мысалға Мәскеу тапсырма берсе, өзімізге келіп асыра орындауға, тез орындауға тырысамыз. Ол мына біздің халқымыздың осы бір трагедиясы, бір мінезіндегі бар керемет үлкен кемшілік. Білдіңіз ба? Ал енді өзбектер мәселен анау кезінде Правда газетінде сол жазылған, жақсы айтылған сөз. Москваға тапсырма береді, олар хоп дейді да Өзбекстанға келген уақытта мимо жібереді. Өзін асырып жібереді, өзін айналдырып жібереді. Білдіңіз ба? Сондай ұстанымда болды. Ал біздің саяси басқарушы асыра орындауға тырысты. Анау кезінде мысалға осы пленум Голощекин 1930 жылы алды биліктен қырғыннан кейін. Оның орнында Мирзаян келді, сонда осы біздің Қазақстан Компартиясы орталық комитет пленум болған. Сол пленумда болған кім кінәлі деген сұрау тұрған. Аштыққа кім кінәлі? Сол пленум материалын мұқият оқысаңыз сонда айтылған. Онда айтылады бірінші Голощекин. Голощекиннің жанында жүрген қазақтың сол кездегі қайраткерлері фамилиясы айтылады. Мынау кінәлі деп. Ал енді әрине оған қарсы күштер болды ғой бізде. Мысалға мен сізге айтайын, Смағұл Сәдуақасов бастаған топ Голощекинді кетіруге тырысты. 27-28 жылдары ашаршылыққа шейін кетіруге тырысты. Білдіңіз ба? Мынау коллективизацияның қарсаңында, соның конфискацияның қарсаңында, отырықшылдандырудың қарсаңында, анау глобалды эксперименттердің алдында Голощекинді кетіру әрекеті болды. Смағұл Сәдуақасов, Жақып Сұлтанбеков, Ыдырыс Мұстамбаев, осы тағы да бірнеше осы біздің сол кезде басшылықта жүрген зиялыларымыз Голощекинді кетіруге әрекет жасады. Кіммен байланысқа шықты? Троцкиймен байланысқа шықты. Зиновьев, Каменевпен байланысқа шықты. Зиновьев байланысқа шықты. Оларға біздің зиялыларымыз мәселе қойды. Уберите Голощекина из Казахстана деді. Қазақстан алып кетіңіз деді. Алып кетіңіз. Осыған көмектесіңіздер деді. Троцкий не айтты, білесіз ғой сонда? Троцкий айтты, мәселе Голощекинде емес деді. Мәселе Сталинде деді. Ол өзінің негізгі жауы Сталин болатын. Сталинге қарсы бірге шығайық деді күреске. Біздің зиялыларымыз оған келіскен жоқ. Смағұл Сәдуақасов бастаған топ келіскен жоқ. Голощекин қалды, Голощекин іс жүзінде осы қырғынды өзінің
іске асырды. Оған көмектескен қазақ зиялылары болды, қазақ басшылары болды. Ал ол факт, тарихи факт. Сондықтан бұл аштық мәселесін ол тек қана мысалы Москваның кінәсі деп біз аудармауымыз керек. Оған белгілі дәрежеде қазақтың өзінің осы басқарушы тобының кінәсі бар. Оны айтатын уақыт келді деп ойлаймын. Енді 20 ғасыр бұл қазақ халқының тарихында сондай қанды, сондай нәубетті ғасыр болған емес. Ол орта ғасырлар бола ма, оның алдындағы ғасырлар бола ма, одан кейінгі кездер бола ма, ең қанды, ең нәубетті, ең жаңағыдай бір қиындықтарға, қасіретке толы ғасыр 20 ғасыр болды. Оның түрлі себептері болды. Өз ішіміздегі себептер, өзіміздің қателіктеріміз, халық, ұлт ретіндегі, сырттан төнген күштердің жаңағыдай озбырлығы, қысымы. Енді 21 ғасырдың басында бұл көп мәселелерді әлде ой елегінен өткізу қажет. Себебі тарихымызды білмейтін болсақ, тарихымызда осындай зор із қалдырған азаматтарымызды танымайтын болсақ, олардың істеген істерін, олардың қалдырған өсиеті мен тағылымын білмейтін болсақ, біздің ұлт ретінде, егеменді мемлекет ретінде, тәуелсіз ел ретінде қалыптасуымыз неғайбыл. Сондықтан бұл мәселелер меніңше 21 ғасырдың басында дәл қазір осындай алмағайып заманда өте өзекті болып табылады. Біздің мемлекеттігіміз тұрғысынан, қазақшылығымыз, руханияттылығымыз, қазақ тілінің жаңағыдай мәртебеге көтерілуі, басқа мемлекеттердің, оның ішінде Ресейдің жетегінде жүрмеуіміз, қайтадан алданбауымыз тұрғысынан, сондықтан осындай меніңше ғибратты әңгімелер керек ақ. Сондықтан бүгін біздің студиямызға келіп, өзіңіздің ойларыңызды ортаға салғаныңызға көптен көп рахмет. Осындай әңгімелеріміз көп болсын, осындай сұхбаттарымыз көп болсын. Меніңше тарихымызды жас болайық, орта буын болайық, үлкен буын болайық, меніңше жиі қарастырып, осындай айтулы тарихымыздағы оқиғаларды тек қана бір құрғақ шаралар емес, құрғақ ұрандар емес, нағыз бір танымдық тұрғыдан, адами тұрғыдан білетін болсақ, біздің ұлт ретінде қалыптасуымыз да соған байланысты болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Аман сау болыңыздар.